болашақта ойлауменен өмірімізді өткізіп жатамыз. Сондай кісілерге кішігірім болсын өзінің пайдасын тигізеді деген ниетте кішігірім бір бөлшегін оқып бергім келіп отыр. Және де ұйықтар алдында тыңдап жатқан болсаңыз, жүрегіңіз тынышталып, ертеңгі күніңізді мәнді, мағыналы өткізуіңізге кішігірім де болсын бір септігін тигізеді деген ниеттемін. Бүгін қалған өмірімнің бірінші күні. Құрметті оқырман, тақырыпқа үңілмес бұрын бүгінгі күнді айтып, бүгін қалған өмірімнің бірінші күні деген сөзді дауыстап айтыңыз. Саналы адам үшін әншейін айта салатын сөз емес, әлде бір қорқынышпен үрейдің жүректі шымшып өтетіні рас. Неге? Осы күнге дейін өмірдің асты-көпті бір бөлігі өтті кетті. Дәл қазір неше жастасыз? 20, 30, 40 немесе 80-ге жақындадыңыз ба? Артымда қалған өміріме дән ризамын. Ең бір керемет күндерімді бастан кештім. Еш өкінішсіз өткіздім. Сапалы, баянды ғұмыр кештім деп айта аласыз ба? Өткен өмірді қалай сүрсек те, оны қайтара алмаймыз. Кешегі күн өтіп кетті. Бүгін қаншаға келсеңіз де дәл кешегідей болмайсыз. Өтіп кеткен және қайтып келмейтін өткеніңіз үшін уайым кешудің керегі жоқ. Әлі қол жеткізбеген болашақты үрейлі етіп, елестетіп, қорқынышпен тұмандатпаңыз. Болашағымыз бұлыңғыр, оның қандай болатыны тек Аллаға аян. Қолда барымыз бүгін ғана. Ал бүгін алдағы өмірдің бірінші күні. Алда қанша жыл, ай, күн бар екенін ешкім білмейді. Білуші тек Алла. Енді алда күтіп тұрған сол ғажайып күндер мен сағаттардың қаншасын өзімізге, екінші сұраныстарымызды өтеуге, Аллаға мінәжат етуге, жақсылық жасауға арнайды аламыз. Алдағы өміріміздің қанша уақытын күліп ойнап, рахатқа бөленіп, белсенді өткізе аламыз. Бұл сұрақтардың жауабын ойлаудың өзі бойдағы үрейді еселей түсетіндей. Өйткені өміріміздің көп бөлігі бекер өтіп жатқаны жақсы білеміз. Әлеуметтік желілерде ерігіп отыратын уақыт, өсекпен өткізетін, өкпе ренішке ысырап ететін күндер, әлденеге кезекте қала ішіндегі жол кептелісінде әлденені немесе әлдекімді күтумен кететін уақыт, ашумен, күйзеліспен, аурумен сыналатын сағаттар, жолға жұмсайтын, ұйқымен өткізетін уақыт, тамақтануға, табиғи қажеттіліктерімізді өтеуге кететін, ұнамайтын іспен айналысатын, шаршап, уайымдап жүретін уақыт. Мұның бәрі алдағы өміріміздің бір бөлігін қысқартады. Осы сөзімді көз алдыңызға елестетіп, ой елегінен өткізу үшін мына бір мысалға ден қойыңыз. Қолыңызға ұзындығы 1 метр болатын жіп алыңыз. Ол сіздің өміріңіз дерлік. Бұдан сәл-пәл көбірек өмір сүруіңіз де мүмкін. Әлде қайда аз ғұмыр кешуіңіз де бек мүмкін. Біздікі тек жағдайды бағамдай білу үшін жасалған шартты есеп қана. Сонымен дәл қазір неше жастасыз? Жасыңыз 40 жас болсаңыз, онда жаңағы жіптің 40 сантиметрін қиып тастаңыз. Ол сіздің өткен өміріңіз. Қалған 60 метрден жіптің 10 сантиметрі, яғни сіздің алдағы өміріңіздің 10 жылы ұйқымен өтеді деп, оны да кесіп тастаңыз. 50-дің 10-ы тамақтанумен, тағы 10-ы жолдағы кептеліс, кезек, әлденені күтумен, ұнамайтын жұмыстар
уақытты сапалы тиімді өткіздім дей алмайсыз. Қолыңызда 20 метр жіптің 10 сантиметрін өсек аяқмен әлеуметтік желілерге, қыдырыспен кездесулерге, табиғи қажеттіліктерді өтеуге кетті делік. Қалғаны 10 жыл өмір. Қорқынышты, иә. Өйткені өзімізге жан тыныштығы мен ішкі құндылығымызға, Аллаға мінәжат етіп, жақсылық жасауымызға, күліп, ойнап, рахаттанып, жүрегімізге, жанымызға жақын дүниеге арнауға қалатын уақыт бар болғаны 10 жыл. Әлбетте бұл нақты көрсеткіш емес. Қанша өміріміз қалғаны тек бір Аллаға аян. Біз ойлағаннан әлдеқайда аз болуы да ғажап емес. Сондықтан әр минут, әр секунд сапалы өткізуге, әр сәттің рахатын сезініп, шынайы күліп, жанымызға жақын іспен айналысуға, мейлінше көп жақсылық жасап, Аллаға құлшылық қылуға, ойға алған істі ертеңге немесе дүйсенбіні күтпей, дәл қазір бастауға машықтануымыз керек. Көпшілік әлденені бастау үшін бірінші күнді, яғни аптаның бірінші күні дүйсенбіні, айдың не жылдың бірінші күнін, тағы басқа бірінші күнді күтуді әдет қылған. Ал шын мәнінде біздің әр күніміз бірінші күн, алдағы өміріміздің бірінші күні екеніне мән бермейміз. Бүгін қолдан келгенін және істеуге тиістінің бәрін жасаңыз. Ертеңге ештеңені қалдырмаңыз. Себебі сіз үшін ертеңнің туар тумасын, оның қандай болатынын білмейсіз. Сондықтан дәл бүгін ең алдымен өзіңізге және басқаларға жақсылық жасауға, пайда әкелуге, әлемдердің Раббысының кешірімі мен сыйына, мейіріміне ие болуға берілген баға жетпес мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бұл мүмкіндікті тиімді пайдалану үшін дәл қазір кірісіп, ойға алған істі дәл қазір бастап кетіңіз. Психолог ретінде айтар болсам, біздің миымыз кез келген өзгерістен қорқады. Өзгеріс, жаңа әрекет, әдет ми үшін үлкен стресс. Бұрын машықтанбаған жаңа дүниені бастан аяқ ойластырып, жүйелеп, оған энергия бөліп, бейімделу керек. Тағысындағы осындай-ақ. Ол өзгерісті саналы түрде қолға алмай, не үшін өзгергелі жатқанымызды өзіміз түсінбей тұрғанда немесе бар болғаны тобырдан қалмау үшін ел солай істеген екен, мен де сөйдемін деген оймен кіріссек, өзімізбен, ішкі жан дүние қалауымызбен байланыс болмаса, өзімізден қорқу, кейінге шегере беру, алаңдау, уайымдау сияқты мидың
әлеуетін оятатын қара күш. Сол күш